Қайырлы күн баршаларыңызға. Көңіл күйлеріңіз, қалдарыңыз, денсаулықтарыңыз ойдағыдай жақсы ма? Соңғы 5-6 жылда жасап жатқан жұмысым, оқып жатқан оқуларым, бұлардың барлығы адам денсаулығына байланысты болғандықтан, қазіргі таңда мен осыған байланысты ақпараттарымды, сонымен қатар іс-әрекеттерімді сіздермен бөлісуді ұйғарып жатырмын. Адам пісіп жетілген кезде ғана өзге адамдарға, яғни өз денсаулығына жақсылық жасай алған кезде, өзіне сол ұсынатын ақпаратын өзіне қолданып, содан жақсы нәтиже көре бастаған кезде ғана адам пісіп жетіледі деп ойлаймын. Бұндай ақпараттарды бүкіл барша бұқара халықпен бөлісу жайында. Менің де уақытым енді келіп жеткен сияқты, өйткені бұл ақпараттар енді бөліспеуге мүмкін емес дегендей. Сол себептен де қазіргі соңғы кездегі түсіріп жатқан эфирлерім, стористерім немесе посттарым болады. Алла бұйыртса, осы адамның денсаулықтарына байланысты. Яғни мен өткен эфирлерде айтып кеткен болатым, адамның дені сау адам 3 аспектіден тұрады. Ол 3 аспектілердің өзі бөлінеді. Қазір нақты осы 3 аспекті жайында сіздерге айтайын, сол кезде мүмкін түсінікті болатын шығар. Адамның дені сау болу үшін ең бірінші аспекті ол адамның санасы сау болу керек. Ойлаған ойлары дұрыс болу керек. Жақсы ойларға адамның ойы толыққанды толысып тұру керек. Сонымен қатар жаман ойлардан қалай адам сақтану керек. Осының барлығы, яғни санамен байланысты жұмыстар болады. Екінші аспекті адамның 12 мүшесі сау болу керек. Яғни дүниеге келген кезде бізде қазақ айтады ғой, 12 мүшесі адам, кез келген адамды, мысалы 12 мүшесіне қарай бөліп айтып түсіндіреді, ағзаны. Сол 12 мүшеміз сау болу керек, яғни Құдайдың қалай бізді жаратты, қалай 2 көзіміз, 2 қолымыз, 2 аяғымыз, аузымыз, бетіміз дегенде осының барлығы сау қалыпта орналасу керек. Үшінші аспекті адамның биохимиясы. Бұны көбісі біліп жатар, немесе көпшілік адам бұны білмеуі де мүмкін, өйткені өзім де білмейтін адамдардың қатарында болған едім. Соған байланысты осы биохимияға көңіл бөлмегендіктен көп мен биохимиямның қаншалықты әлсіреп кеткендігін кейіннен осы денсаулық саласына байланысты жұмыстар жасап жатқан кезде оқу барысында мен түсіндім. Биохимия деп нені айтамыз біз? Яғни биохимия деп адамның ағзасын айтамыз. Адам ағзасының қаншалықты денінің саулығы. Яғни адам дені сау болып туылып, бірақ ішетін тамақтары мен қолданатын витаминдері осының барлығы жөнді болмаған кезде адам дені сау өзінің ағзасын барлығын ауыртып алуы да мүмкін. Сол себептен де биохимия бұл адамның денсаулығына тікелей байланысты аспектілердің